Куба негізінде өмір сүрүү үчүн әдемі жер. Дүниедегі кішкене коммунисттик мемлекеттің бірі. Бірақ сондай қызықты өмір сүріп отыр. Өзгешелігі соншалықты, басқа бір дүние, басқа бір планета. Кубада ненің жоқ екеніне қызығып отырсаңыз, бірінші сол жерден бастайық. Жұмыссыздық жоқ. Адамдар оқып жатқан кезде қабілетіне қарай бағытталуда, және адамдардың айлығының арасында 3% бір мөлшерде ғана айырмашылық бар. Яғни бір депутат және официант тең деңгейде айлық алады. Балам не болады проблемасы жоқ. Адамның өз баласына күзелмеуінен басқа бір байлық жоқ деп ойлаймын. Әйелдер жүкті кезінен бастап спорт, денсаулық және бала өсіру сабақтарын алу тиіс. Туылған балалар үкіметтікі болған үшін әртүрлі оқыту тең деңгейде және тегін. Көшеде жатқан үйсіз адам көрмейсіз. Дүниенің ең дамыған мемлекеті Америкада 4 миллион үйсіз көшеде өмір сүреді. Бірақ Кубада үйі жоқ адам жоқ. Үкімет жағынан үй берілмеген бір адам да жоқ. Тері иісті адам жоқ. Сабын, шампунь, дезодорант, әтір, жеке күтім өнімдері әр ай мемлекет адамдарға тегін береді. Және барлығы Кубада өндірілген. Алданып қалу қорқуы жоқ. Барлық дүкендер және жұмыс жерлер үкіметтікі. Және жұмыс жасайтын официанттар, жұмысшылар, депутаттар мемлекетке жұмыс жасайды деп қабылданған үшін айлықтарын үкімет төлейді. Бағаларды үкімет өзі белгілеген үшін алданып қалу мәселесі де жоқ. Және барлық өнімдер Куба азаматтарына есепті мөлшерде тегін. Лимиттен асып кеткен кезде өте арзанға қалағаныңызды ала аласыз. Ақша жоқ. Иә, дұрыс естідіңіз. Ең жоғарғы айлық 30 евро. Бірақ адамдардың көбісі бұл ақшаны да керексіз деп есептейді. Өйткені онсыз да барлық нәрсе тегін. Қаласаңыз сізді әр жылы таңдаған жеріңізге отбасыңызбен бірге үкімет сізді демалыс орындарына жібереді. Дүниедегі барлық мемлекеттерде тек қана байлар кіре алатын және кедей адамдардың ақшасы жетпейтін ресторанттар, ойын-сауық орталықтары бар. Бірақ Кубада барлық жерге кіре аласыз. Ешқандай дискриминация жоқ. Өйткені елді ақша қолданбағаны үшін бір жұмысшы және бір доктор бірдей ресторандарға барып және ойын-сауық орталықтарында уақыттарын қызықты өткізе алады. Балалар университетті бітіргенге дейін бір карандашты сатып алмайды. Үкімет жағынан артықшақылық беріледі, аурухана ақшасы немесе жол ақысы жоқ. Бұл елдің барлық азаматтары қалаған тағамдарын жей алады. Үкімет әр ай адам басына 2 килограмм ет таратады. Ойлап көріңіз. 4 кісілік бір отбасыға айына 8 килограмм тегін қызыл ет кіргізіледі. Бұл дүниенің қай жерінде бар? Барлық азық-түлік табиғи. Осы себепті тауық фермасын құруға тыйым салынған. Тауықтар мемлекет тарапынан далада табиғи болып өсіріледі. Гормон қолдануға қатал тыйым салынады. Отбасы іші ұрыс-керіс жоқ. Жұптар бір-бірлеріне істеген ең кішкене физикалық залал берген жағдайда сот үкімімен 5 жылдан басталған жазаларға тартылады. Саулық үшін уайым қайғы жоқ. 12 миллион адам өмір сүретін арал елі болып есептелетін Куба медицина жағынан дүниеде бірінші орындардың бірінде жер алады. Балалар лейкемиясын 80% жазалатын бір білімдері бар. Мемлекетте 50 мың доктор жұмыс істейді. Тек қана өз мемлекеттерінде емес, Оңтүстік Америкада және Африканың бірнеше жоқшылық ішіндегі жерлерінде тегін денсаулық қызметтерін ұсынады. Ажырасу жоқ. Өйткені көңіл көтермейді. Бөлісетін мал-мүлік, ақша немесе үй сияқты мәселелер болмағандығы үшін ажырасудағы керексіз қағаздармен жүгіргеннен көре тойларын кішкене мейрамханада достармен істелген ойын-сауық кешімен бітіреді. Электр және су белгілі мөлшерге дейін тегін. Бірақ лимит асып кететін болсаңыз, қазақ теңгесімен 50 теңгедей кішкене ақша төлейсіз. Бұл төлемнің себебі энергияның босқа кетуін алдын алу. Табиғатқа өте қатты мән береді. Бір көше жануарына зиян келтірсеңіз, немесе рұқсатсыз бір ағаш кесетін болсаңыз, көп уақытқа түрмеге түсуіңіз мүмкін. Барлық көше жануарлары үшін үкімет әрдайым тамақ таратады. Барлық көше жануарларының жеке басын куәландыратын құжаты бар. Мойындарына қойылған бұл құжаттарда жануарлардың есімі, саулығы, жынысы, өмір сүретін жері туралы мәліметтер жазылады. Әртүрлі жағдайда өлген жануарлар мәліметтер базасынан өшіріледі. Жануардың құжатында жазылған өмір сүретін жеріне қарай, сол жердегі ветеринарлар әр ай сайын денсаулық тексеруін істеп, және осыған сәйкес үкіметке есеп жіберіп отырады. Ақша табу мәселесі және экономикалық жарыстар болмаған үшін еш жерде реклама көруіңіз мүмкін емес. Қандай жұмыс жасасаңыз да, күнде 6 сағаттан астам жұмыс уақыты жоқ. Адамдар отбасыларына және қоғамдық өмірлеріне көбірек мән бере алады. Би билеу, әртүрлі музыка және ойын-сауық өмірдің ең маңызды бөлігі.
Барлық жер ойын-сауық орталықтарына және көше әншілерімен толы. Әр жастағы адамдар күндерінің көп уақытысын әртүрлі кештерде ән айтып немесе би билеп өткізеді. Барлық ойын-сауық орталықтары үкіметке тиесілі. Ойын-сауықтар 365 күн, 24 сағат үздіксіз жалғасады. Жасөспірімдердің көбісі әртүрлі спорт түрімен шұғылданады. Сондай-ақ күрес, атқа міну бұл спорттардың арасында бірінші орында тұр. Куба көшелері әртүрлі түстердегі ескі көліктермен толы. Жаңа көлік алу тегін болғандығымен, адамдар жаңа көліктерден көре антикварлық көліктерді таңдайды. Онсыз да ең қымбат көліктің бағасы 100 евро және айлық 2 евролық төлеммен бірге мемлекет сізге таңдаған көлігіңізді береді. Куба есіктерін дүниеге ашқандығына енді бірнеше жыл болды. 1953 жылында Фидель Кастроның бастаған және Эрнесто Че Гевараның да қатысқан аяққа тұру көтерілісімен бірге өте ұзын уақыт созылған атсалысудың арқасында диктаторлық жойылды және коммунистикалық режим құрылды. Америка бірнеше жыл алдын дүниенің ең қауіпті мемлекеті деп Кубаны көрсетіп, және Куба коммунистерінің атом қарусын жасырып отырғанын айтқан еді. Бірақ халықтың қолдауын алған режим әсіресе Кеңестік социалистік республикалар одағының көмегімен аман қалды. Елдің көп жерінде Эрнесто Че Гевараның және Кастроның портреттерін көру мүмкін. Сондай-ақ дүние жүзінде империализмге қарсы атсалысқан барлық лидерлерге құрмет көзімен қарайды. Сондай-ақ мемлекетте тек қана бір шетелдік лидердің ғана скульптурасы бар. Ол да Мустафа Кемал Ататүрк. Кубада Ататүркті танымайтын ешкім жоқ. Олар үшін ерекше бір мәні бар. Елдің қылмыс істеу пайызы 0-ге тең. 12 миллиондық бұл мемлекетте әр жылы 2 немесе 3 ұрлық қылмысы болады. Және адамдар өте керемет бақытты. Дүниедегі ең әдемі пляждар сол жақта. Жерлерінің көп бөлігі үкімет тарапынан ұлттық парк деп жарияланған. Және жабайы жануарларға тиісу, оларға зиян келтіруге тыйым салынған. Бұл ең үлкен қылмыстардың бірі болып есептеледі. Сондай-ақ таңқаларлықтай, бұл елде ешқандай улы өсімдік жоқ, және ормандары табиғи жемістермен толы. Егер Кубаға жолыңыз түсетін болса, шамамен барлық жас адамдардың қолында сигара көресіз. Олар үшін сигара тарту ескі бір мәдениет, және темекіден де көп сигара сатылады. Бұл елде ешқандай дін бөлу жоқ. Ешкім сізге қандай дінге сенетіндігіңізді, ұлтыңызды немесе жұмысыңызды сұрамайды. Өйткені бұлардың Кубада ешқандай маңыздылығы жоқ. Солайша, америкалық қара нәсілді мұсылмандардың бір уақыттар лидері болған Малком Икс, Куба лидері Кастроның жақын досы еді. Бірақ үйлердің көп бөлігі ескі. Куба Американың шамамен 40 жыл істеген эмбарго және халықаралық басылым нәтижесінен бүтін дүние тарапынан шеттелгені үшін эволюциясын енді бітіре бастады. Барлық үйлер, көшелер, барлық жерлер өз кезегімен жаңартылып жатыр. Бірақ жаңарту істері қалалардың құрылымына зиян келтірмей, барлық үйлер түрлі түс және бақшасымен бірге істелуге тырысылып жатыр. Сондай-ақ жаңа үйленген жұптарға бақшасы бар үйлер сыйлыққа беріледі, үкімет тарапынан және тегін. Бұл үйге мұқиятпен қараңыз. Кастроның өмірінің үлкен бөлігі осы үйде өтті. Иә, бір мемлекет лидері, бір командир болған Кастро осы үйде өмірін өткізді. Көршісі Корея елі. 40 жыл бойынша шіркеу және Америка Куба елін дін дұшпаны шайтандардың елі деп есептеді. Өте көп жылдардан бері соғыстарды ұмытпаған халық Кастроны және Эрнестоны көздері жаспен еске алады. Қазір Кубада соғыс жоқ, тыныш және бақытты өмір сүріп жатқан мемлекеттердің бірі. Достар, бейне ұнаған болса лайк басуды ұмытпаңыз. Каналдан кіріп басқа да бейнелер көре аласыз. Қалаған бейнелеріңізді Инстаграмда маған дайректтен жазыңыздар. Келесі бейнеде көріскенше, мен Мардан.